Тақырыбымыз диенді көмірсутектер. Яғни біз қарастырамыз диенді көмірсутектердің изомериясын, номенклатурасын, диенді көмірсутектердің алыну жолдарын, құрылысын, химиялық қасиетін және полимерлену реакцияларына тоқталып өтеміз. Жалпы диендер деп көмірсутектердің құрамында екі қос байланысы бар қанықпаған көмірсутектерді айтамыз диен көмірсутектер деп. Жалпы формуласы диен көмірсутектердің алкендермен сәйкес келеді, яғни CN H2N минус 2. Яғни бұл формула дәл сол сияқты алкендерге сәйкес келеді. Жалпы енді диендердің жіктелуіне келетін болсақ, диендер кумулерленген диендер, мұнда екі қос байланыс қатар орналасқан, яғни бұны ален және оның гомологтары деп атаймыз. Екінші қосарланған диендер, мұнда екі қос байланыс бір жай байланыс арқылы, яғни бөлініп орналасқан, яғни дивинил және оның гомологтарын жатқызамыз. Үшінші бөлектенген қос байланысты болып келеді. Онда екі қос байланыс бірнеше жай байланыстары арқылы бөлектеніп орналасады. Бұлардың ішіндегі ең көп кездесетіні бізде қосарланған диендер. Жалпы химия өнеркәсібінде каучук алу үшін мономерлер болып табылады. Кең қолданылатыны қосарланған осы диендер. Ал бөлектенген қос байланыстар бір-біріне өзара әсер етеді. Сондықтан да бөлектенген диендердің химиялық қасиеті алкендермен бірдей болады. Айырмашылығы сол, бөлектенген диендерде реагент екі есе көп қажет етіледі. Қосарланған диендердің басқа диендерден және алкендерден айырмашылығы, яғни біз жалпы алкадиендерді қарастырған кезде осы қосарланған диендерді мысалға алып отырмыз. Себебі өте көп кездесетін алкадиендер болып саналады. Бұлар бірінші тұрақтылығы бұлардың жоғары болып келеді. Одан кейін 1:4 қосылу реакциясына түседі. Одан соң реакцияласқыш қабілеті жоғары болып келеді. Жалпы қосарланған диендер каучук алуда өте қажетті мономер, яғни мономер болып келеді. Ал енді осы алкадиендердің изомериясына келетін болсақ, бұларға құрылымдық изомерия, яғни көміртек қаңқасының изомериясы тән. Одан кейін мына жерде В-да көрсетіліп тұр, қос байланыстар орналасу изомериясы тән. Сонымен бірге алкадиендерде геометриялық изомерия, яғни сис транс изомериясы да тән болып келеді екен. Жалпы класс аралық изомерия алкен циклоалкендермен сәйкес келеді. Соларға изомер болып келеді. Енді осы класс аралық изомерияға келетін болсақ, алкендермен және циклоалкендермен, мысалы, мына жерде көрсетіліп отыр, яғни С4H6 формуласын қарайтын болсақ, сәйкес келетін изомерлер бутадиен 1,3, бутин 1 және циклобутен бір-біріне изомер болып келіп тұр. Енді класс аралық және құрылымдық изомериясына келетін болсақ, С4H6 1,2 бутадиен, 1,3 бутадиен, яғни тривиалды номенклатура бойынша дивинил деген атпен белгілі. Одан кейін 2 пентин, 1 пентин деген сияқты, бұлардың барлығы бір-біріне жаңағыдай изомер болып келіп отыр. Кейбір диендерге тривиалды номенклатурада тән. Яғни 1,3 бутадиен тривиалды номенклатура бойынша дивинил деп аталынады. Яғни 2 метил 1,3 бутадиен. Яғни изопрен каучук деген атымен белгілі. Бұл жерде 1,2 пропадиен, ален және тағы басқа.
Бұл жерде дивинил, изопрен қосарланған диендер. Жалпы геометриялық изомерлеріне келетін болсақ, резинка, полимер не болып келеді? Изомерлер, изопрен молекулалары 1,4 қосылу схемасы бойынша бір-бірімен байланысады. Яғни нәтижесінде сис полиизопрен каучук түзіп тұр мына жерде. Изопреннің трансполимерлі табиғатта гуттаперча түрінде де кездеседі. Яғни түзіліп тұрған трансполиизопрен гуттаперча формуласы мына жерде көріп отырсыздар. Жалпы алкадиендердің номенклатурасы негізгі тізбек, екі қос байланысты қамтуы керек. Яғни нөмірлеу қос байланыс жақын жақтан басталады. Орынбасарларды бірінші атайды. Берілген алкадиенді екі қос байланыстың нөмірленген ретімен дейін суффиксін қосу арқылы атайды. Мысалы, бутадиен 1,3 дивинил, яғни 2 метил бутадиен 1,3 изопрен. Жалпы алкадиендердің енді құрылысына келетін болсақ, қосарланған диендер бутадиен 1,3 дивинил, яғни бұл жерде гибридтену түрі sp2 гибридтену, яғни молекула формуласы жазықтық, 3 бұрыш, С1 және С2, С3 және С4 атомдардың П орбиталдары бүркесіп байланыс түзіледі. Және қосымша С2 және С3 көміртектер атомдарының арасында П орбиталдары да бүркеседі. Яғни бұл жалпы алкадиендерде кездесетін бүркесулер. Мұндай әрекеттесуді қосарлану эффектісі деп атайды. Яғни көміртек байланыс ұзындығы 0,137 және 0,146. Бұлайша әрекеттесу атомдар арасындағы қашықтыққа да әсер етеді. Мына жерден көріп отырсыздар. Себебі қосарлану энергиясының, яғни қосарлану энергиясы 14,6 килоджоуль моль бөлінуіне байланысты. С және С2, С3 және С4 көміртегі атомдары арасындағы байланыстардың ұзындығына келетін болсақ, этилендегіге қарағанда бұл жерде ұзын, яғни қарап отырсыздар 0,137 нанометрге тең. Ал С2 және С3 атомдары арасындағы байланыстардың ұзындығына қарайтын болсақ, 0,146 нанометр. Яғни әдеттегі жай байланыстың ұзындығынан 0,104 нанометр жай байланыстың ұзындығы біраз кем. Яғни жалпы қосарланған диендерде таза қос байланыста және таза жай байланыста жоқ деп айтуға болады. Ал барлық молекулаларда электрон тығыздығы тең бөлінгендігі байқалады. Бұл жердегі өз ара электрон бұлтының бөлінуіне келетін болсақ. Енді осы алкадиендердің алыну жолдарына келейік. Бірінші, алкандар және алкендерді дегидрлеу арқылы алуға болады. Яғни Лебедев 1932 жылы бутадиенді катализатор ретінде алюминий оксиді мен мырыш оксидтерінің қатысында этил спиртін дегидратациялап және дегидрогендеп алған болатын бұны. Жалпы екі атомды спирттерді дегидратациялау арқылы да алуға болады. Яғни бұл жерде катализатор ретінде күкірт қышқылы, концентрлі күкірт қышқылы құрамынан суды тартып алады екі атомды спирттердің. Ал дигалоген алкандардың дегидрогалогендеу арқылы алуға болады. Яғни калий OH-тың спирттегі ерітіндісі қатысында қыздыратын болсақ, ол жерде калий галоген болып бөлініп шығады, қос байланыстар неғылады, түзіледі. Сондықтан жалпы алкадиендерді сол әдіспен де алуымызға болады. Енді
Ацетиленнен синтездеу арқылы да алуға болады. Яғни мұнда Кучеров реакциясы арқылы альдегид аламыз. Альдегидтен гидрлеу арқылы екі атомды спирт аламыз. Одан дегидратациялау арқылы диендерді алуымызға болады. Жалпы синтез бұл кезде сатылап жүреді. Жалпы пропен мен формальдегид әрекеттестіру аралық өнім диоксан, одан бутадиен 1,3 алынады. Сол сияқты винил ацетиленді темір катализаторы қатысында гидрлеу арқылы бутадиен 1,3 алуымызға болады екен. Жалпы химиялық қасиетіне келетін болсақ, молекулаларында қос байланыстары болғандықтан, диендердің химиялық қасиеттері алкендерге ұқсас, бұларда қосылу және полимерлену реакцияларына оңай түседі. Қосылу реакциялары, тотығу реакциялары, полимерлену реакциялары тән. Мына жерде оның реакция теңдеулері беріліп отыр. Жалпы қосылу реакциялары қосылу реакцияларына бірінші гидерлену реакцияларын жатқызуымызға болады. Гидерлену реакциялары 1,2 және 1,4 қосып алу реакциялары. Мысалға 1,3 бутадиен алынып отыр. Мысалы ретінде. Осын никель катализаторының қатысуымен толықтай гидрлейтін болсақ, нәтижесінде мына жерде реакция теңдеуі байқап отырсыздар. Жалпы галогендеу реакциясы қосылу реакциясына, мысал 1,3 бутадиен алынып отыр. Мұнда 1,2 және 1,4 қосып алу реакциялары жүріп жатыр. Сол сияқты келесі біздің немізде, көрсетілімізде гидрогалогендеу реакциясы. Яғни галоген сутектер диендерге реакция шарттарына қарай 1,2 және 1,4 орындарға қосылады. Яғни гидратация реакциясы реакция шарттарына қарай 1,2 және 1,4 орындарға қосылып тұр. 1,2 қосып алу түзіліп тұр бұл жерде. Және 3 оксибутен 1,4 қосып алу нәтижесінде түзіліп тұрған 1 оксибутан бұл жердегі байқайтындарыңыз. Енді тотығу реакцияларына мысал келтіретін болсақ, жану реакциясы. Біз айтамыз, кез келген органикалық қосылыс жанған кезде СО2 газы және су бөлінеді деп, мына жерде де сол реакция жүреді екен. Төменгі тотығу реакциясында мұнда калий перманганатымен тотықтырып, нәтижесінде бутан тетраол 1, 2, 3, 4 көп атомды спиртке дейін тотығып тұр. Сол сияқты жоғары тотығу реакциясы перманганаттар немесе хром қосылыстарының, хромның 6 валентті қосылыстарының әсерінен қатты тотығу кезінде қос байланысы бар көміртек атомдарында көміртек қос байланысымен көміртек сутек байланысының толық үзілуі болады. Бұл жағдайда тотыққан көміртек атомдарында оттек атомдармен байланыс яғни түзіліп отыр. Сол сияқты алкадиендерде полимерлену реакциясы да жүреді. Яғни полимерлену нәтижесінде синтетикалық каучук түзіледі. Яғни полимерлену катализаторлар, инициаторлар қатысында қыздыру және қысымның әсерімен жүреді. Яғни жылдамдығы бойынша изопрен жылдамырақ, ал бутадиен жайырақ полимерленеді. Катализатор ретінде сілтілік металдар, ал инициаторлар ретінде органикалық және бейорганикалық пероксидтер қолданылады. Жалпы диен синтезі Дилс-Альдер реакциясы, яғни 1,3 диендер 1,4 орындарға белсенді қос байланыстары бар алкендерді қосып алады. Яғни бұл атаулы реакция. Жалпы диенге қосылатын қосылыс диенофил деп аталады. Яғни бутадиен 1,3 пен этиленді әрекеттестіргенде циклогексен түзіліп тұр. Байқап тұрсыздар циклогексеннің. Енді жалпы диен көмірсутектердің қолданылуына қысқа айтатын болсақ, ең басты және ең үлкен қызметі, яғни синтетикалық каучук өндірісінде қолданылады. Яғни соның ішінде резинка деп айтамыз ғой, соны өндіріс кезінде қолданылады.